Әтір себуге бола ма? Болады, әтірдің ішіне шомылсаң да болады. Әтір сондай жақсы нәрсе, дінімізде әтірге кеткен ақша сұралмайды. Әтірге мысалы, енді қалай десем болады. Енді өзің қарыз болып кредиттен кредитке батып жүрсең, әтіріне тең. Онда саған кір сабында жарай береді. Ал енді кішкене қарыздан құтылып есің жинаған адам болсаң, жақсы әтір алып себіңіздер. Сепкенде үйдегі әйел, еркек болсаң, әйеліңнен сұрау керек, саған мына ұнай ма деп. Әйел болса, күйеуінен сұрау керек, мына әтір иіссу сізге ұнай ма деп. Сонда жақсы болады. Біздер андай түсінік бар, маған ұнаса болды, өзім естеймін ғой деп. Жоқ, қасындағылар тұншығып өледі. Мысалы, бір нәрселер сатып аласың, адам шешейтін тройной одеколонда. Оны себе бересің, қасындағы құсқысы келеді сенен. Ондай болмайды. Сондықтан ардақтылар, жаңағы әтірге кеткен ақша сұралмайды, және бұл денсаулыққа жақсы, ер адамның көңілін көтерген, тіпті ер адамның шахуатын көтерген, бұған қоса ақылға кішкене сергектік берген. Әтір сепкенше бүйтіп барасыз да, өзі былай барлықтарыңыз білесіздер, әтір сепкеннен бүйтіп шығасың, қоған етіп біреуге көрсететіндей болып. Неге? Өйткені сондай күш қуат береді әтірші. Одан кейін әтірдің бір жақсы пайдасы, бұл қанша көп болса, қанша имам ағзамның әтірі өте қымбат болған екен. Сондықтан шамаңыз жеткенше жақсы нәрсе ол. Және тағы айтам, Алла тағала сұралмайтын, Алланың алдында сұралмайтын расходтың біреуі ең қымбат әтір алу.